Assalamualaikum достар. Бүгінгі материалымызда 90 жылдар аралығында көпшілігіне арман болған 140 шанақтағы Mercedes автокөлігі жөнінде айтамыз. Бұл көліктің ақауының басталуы да, жөнделуі де қызық бір жағдай болды. Соны сіздермен бөліскім келіп отыр. Бисмилла, кеттік. Бұл көлік иелері Шымкент қаласынан көлікті алып, Ақтау қаласына барып сатпақшы болады. Содан Шымкент қаласынан жолға шығып, Орал қаласынан барған кезде артқы дөңгелек жарылып, сол сәтте қосалқы дөңгелегін ауыстырып, Атырау қаласына қарата шыққан кезде жолда коробкасы апаттық режимге түсіп қалады. Яғни орысшалап айтқанда аварийный режимге. Сөйтіп жайлап ептеп Атырау қаласына жетіп, бір сервиске барып, ешқандай ақауын анықтай алмай, сол жерден толықтай катушкасын ауыстырып, ешқандай нәтиже болмағандықтан, қателеспесем 100 мың теңгеге, я болмаса 120 мың теңгеге Ақтауға эвакуатор жалдап, сол эвакуаторға тиеп келеді. Ақтау қаласына келген кезде өзіне тиісті мамандарына жолығып, толықтай барлық жұмыстар тексеріледі, қаралады. Коробкасының компьютерінің кассасы, коробкасының компьютері жұмысынан ешқандай айтарлықтай нәтиже көрінбейді. Ең соңғы сәтте бұл ақауына себеп болған мынандай жағдай. Артқы дөңгелегін анықтап келген кезде көлемдері екі түрлі. Енді міне өзіне сай дөңгелек салғаннан кейін барлығы жақсы жасап кетті. Аллахтың мейірімімен. Осы сәтте көлік иелерінің бірі айтқаны, Орал қаласында дөңгелегіміз жарылған кезде, дөңгелек жөндеу орталығында жігіттер айтқан еді, бауырым, осыған сай бізде бір дөңгелек бар, соны 7000 теңгеге сатамыз деп. Соны 7000 теңгені үнемдеймін деп, қосалқы дөңгелекті салып, жолға шығып кететін дейді. Содан толықтай катушка сатып алған, оны білмейміз толықтай барлық қанша болған. Жаңағы Атыраудан Ақтауға жалдаған газелі бар, 100-120 мың теңге. Айтарлықтай бір қомақты сума шығып кетті бұл жігіттерден. 7000 теңгені үнемдеймін деп, осындай шығынға тап болды. Сондықтан құрметті жүргізушілер, өздіктерімен ешқандай көлікке диагноз қоймай, өздерінің жұмысын білетін тиісті мамандарға барып көліктеріңізді жөндеткендерің дұрыс болады. Жолда аман жүріңіздер, бұзылмаңыздар. Егер біздің ақпарат сізге пайдалы болса, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып, таратып жіберсеңіздер, басқаларға да пайдасы тисін. Иншалла, келесі жолы кездескенше.